Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі жаңа педагогикалық технологиялар пәнінің оқытушысы Секенова Балкүміс Байжанқызы. Бүгінгі өтетін дәрісіміздің тақырыбы оқыту процесінде педагогикалық технологияларды қолданудың тиімділігін бағалау. Жоспар бойынша екі сұрақ қарастырамыз. Педагогикалық технологиялардың жіктелуі, құрылымы, әдістері. Екінші сұрағымыз инновациялық технологиялардың критерийлері. Сабақтың смарт мақсаты қазіргі қоғам талабына сай алынған білімдерін, дағдылар мен құзырлықтардың негізінде еркін бағдарлай білетін, қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті маман, құзыретті педагогтан қалыптастыру. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды іскерлікке қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі өмірге лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады. 21 ғасырда әлемдегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа бағыт бағдарламалар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Оқушы қызметін белсендіру негізіндегі педагогикалық технологияларды тиімді қолдануға қазіргі таңда барлық оқытушылар мүмкіндігімізше қолдауымыз керек. Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 8-ші бабында білім беру жүйесінің басты міндеті оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір оқытушының алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру болып табылады. Технология дегеніміз кез келген іс-әрекетте қолданудың түрлі әдістер мен құралдарының жиынтығы. Педагогикалық технология оқу үдерісін жүзеге асыратын мазмұнды құрал деп өз кезінде Беспалько айтып кеткен екен. Педагогикалық технологиялардың жіктелуіне тоқталатын болсақ, дәстүрлі технологиялар және инновациялық технологиялар болып екіге бөлінеді. Педагогикалық технология құрылымы ол оқу үдерісін ұйымдастыру, оқушылардың оқу іс-әрекетіндегі әдістері мен құралдары, материалды меңгерту барысында ұстаздың қызметі, оқыту үдерісінің диагностикасы. Дәстүрлі оқыту технологияларының әдістері иллюстративті түсіндіру әдістері, оған лекция, әңгімелесу, тәжірибелерді көрсету, еңбек операцияларын жасау, экскурсиялар жүргізу және тағы басқалары. Мұғалім түсіндіреді және оқу материалын көрнекілік түрде көрсетеді. Репродуктивтік әдіс. Мұғалім білімді, іс-әрекет тәсілдерін, тапсырмаларды шешуді, тәжірибелерді елестету үшін тапсырмалар құрастырады. Оқып үйренуші оқу материалдарын белсенді еске түсіреді, сұрақтарға жауап береді, есептер шығарады, сонымен білім көшірмелерін қалыптастырады. Ал инновациялық технологиялардың критерийі ол педагогикалық технология негізінде оқушылардың іс-әрекеттерін белсендіру және қарқындату, дамыту,
баламалы технологиялар, табиғи технологиялар, дамыта оқыту технологияларын қолдану болып табылады. Сонымен қатар педагогикалық жаңа технология негізінде оқушылардың іс-әрекетін белсендіру және арттыру бойынша ойын технологиялары, проблемалық оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, деңгейлеп саралап оқыту технологиясы, жекелеп оқыту технологиясы, бағдарламалық оқыту технологиясы, ақпараттық оқыту технологиясы, интербелсенді технологиялар және зияткерлік тапсырмаларды шығару технологиясы болып өз ішінде бөлінеді. Ойын технологиясына тоқталатын болсақ, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының оқыту барысында осы ойын технологиясы қолданады. Неге десеңіз, бастауыш сынып оқушыларын, 5-6 сынып оқушыларын әлі де ойын баласы деп біз қарастыруымыз керек. Бұл жерде педагогикалық ойын технологиясы, педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын айтамыз. Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстіндегі қолайлы деген жағдайлардан шығу болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде қолдануға әбден болады. Проблемалық оқыту технологиясы. Проблемалық оқыту бұл жерде мұғалімнің басшылығымен қиын мәселелерді туғыза отырып, және оқушылардың белсенді түрде өз беттерімен мәселелерді шешуі, қорытындылай келгенде олардың ойлау қабілеттері дамып, шығармашылық іскерліктер мен дағдылары қалыптасуына жағдай жасалады. Коммуникативтік байланыс технологиясы. Коммуникативтік байланыс технологиясында шет тілдермен байланыс негізінде оқыту. Ол сабаққа іскерлік бағдар береді, сабақтың практикалық жағына бағытталады, сөйлеу жаттығулар арқылы лексика мен грамматикалық ұғымдар кең көлемде бір қалыпты және тез мөлшерде жинақталады. Қорытындылай келе, мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру. Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, руханилық, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Өз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі ұстаз бола алады деген Сухомлинскийдің сөзін оқытушының талмай ізденген еңбегінің нәтижесінде ғана көрінетінін білеміз. Қазіргі кезде білім мен техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең білім беруіне жағдай жасап отыр. 100 рет естігеннен 1 рет көрген артық деген сөздерді ескере отырып, сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланып отырсақ, оқытушының ұтары мол деп ойлаймыз. Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге асырылуы мүмкін. Жаңа технологияны пайдаланудың тиімділігі ретінде оқушының пәнге деген жеке қызығушылығының артуын, танымдық қабілеттілігінің қалыптасуын, оқушының шығармашылық жұмыспен айналысуын, оқытушының уақытын үнемдеуін, барлық баланы оқытуын айтуға болады. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашанда біз бірінші жолға қоюымыз керек. Осымен дәрісіміз аяқталды. Үйге тапсырма ретінде 2 педагогикалық технологиялардың жіктелуі мен құрылымын, әдістерін, формаларын талдауға аласыздар. 2 инновациялық технологиялардың критерийларын анықтауға зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер. Назарларыңызға рахмет, сау сәлемет болыңыздар.